It's an extremely different kind of finger spinner, digit spinner. It's actually very beautiful indeed. It is actually. And I think as well, it symbolizes very much the historical culture. Мақсатымыз содан тағы бұны шығару мақсатында біз экспо келеді ғой. Сол экспо түрінде және қазақи немеге шығарғанымыз, мына шетелдіктер өте олар ізденгіш болып келеді. Мысалы осы спиннерді ол шетелде де бар жақта танылды ғой. Содан кейін қарайды алды. Алғаннан кейін мына жазулар қандай неме мағына береді екен деп интернеттен іздестіре бастайды. Сол арқылы біздің қазақтың жүздері болғанын, және де қазақ елі болып, және мына ойымыздың бәрін ата-бабамыздан бізге беріліп келатқан кигіз үйіміздің ішінде, көрпе басқаларымыздың ішінде бар ғой екен мына оюлар. Соны таниды да, сонда олардың санасында да мына біздің оюды көрсе, мынау қазақ екен ғой, қазақтық екен ғой деген мағына. Соны қалыптастырғымыз келген. Негізгі біздің жасап шығарғандағы мақсатымыз одан пайда табамыз, жаңағы келген шетелдіктердің қолында ұсталып кетсе, бірақ ол арманымызда орындалып отыр, Алла тағала. Баласына мағыналы ойыншық іздеген ата-анаға құлақ қағыз. Бүгінде әлемдік трендке айналған спиннер ұлттық нақыштағы жаңа бейнемен жаңғырып, дүкен сөрелерінен де орын алып үлгерді. Енді жеткіншектеріміз қошқар мүйіз оюымен көркемделген алтын түспес айналмалы құралмен ойнай алады. Спиннердің танымдық құндылығы сол, бір жақ бетінде шаңырақ бейнеленіп, келесі тұсында 300 атаулар жазылған. Әрі ойыншық, әрі кәдесый ретінде жасалынған спиннердің бір данасы 6000 теңге тұрады. Арзандарын алдық, 2-3 ойнап болды. Ол жай мынандай нелермен жасалғандар. Мынау енді маған өте ұнады. Сапасына да лайық, өзі де қазақша. Өзі де қазақша нақышта өзіміздің. Ұлттық нақыштағы спиннерді қызыға тамашалағандар көп болды. Бағасын қымбатсынған тұрғындар да бар. Kazak spinner ағай, Kazak біз ғой.